Сіздердің кез келгеніңіз орындықтарыңыздан тұрмай акцияларды $10 сатып ала аласыздар. Және сол сәтте оны $20 сатуыңызға болады. Сіз инвестиция туралы ештеңе білмейсіз бе? Сондықтан өз білгеніңізден ақша табыңыз. Әрекеттің алгоритмі жоқ. Тек шешім, әрекет, нәтиже және талдау. Бұлай жасау өте қызық болады. Өйткені сіз осылай жасау арқылы миллиондаған ақша табасыз. Көпшілігіміз жұмысты бір жолы ұмытуды армандаймыз. Өмірдің еркіндігіне ие болыңыз және ол үшін ақша қажет емес. Сіз білесіз бе? Бүгінде мұның барлығын жасау пассивті кірістің арқасында өте оңай. Табыстың бұл түрі пікірінше соңғы жылдары көптеген мифтер мен қайшылықтарға ие болды. Соның салдарынан адамдар оның шындық екеніне сенуін тоқтатты. Сондықтан Пеня өзінің соңғы лекцияларының бірінде қарапайым адам аз күш жұмсап қаржылық табысқа қалай жетуге болатыны туралы нақты нұсқаулар берді. Ертеңгі күні алғашқы миллионыңыздың жолына түскіңіз келсе, онда міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Миллионер жазбасы арнасына қош келдіңіз. Болашақ байлардың қатарына қосылыңыз. Жай ғана жазылу түймесін басу арқылы арнаға тіркеліңіз. Көптеген жылдар бойы интернет қолданушылардың санасын толғандырып, осы тақырыпта әртүрлі даулар туғызады. Шындығында, егер әңгіме тек ақша қатысты болса, мұндай нәтижеге жету әбден мүмкін. Мысалы, тек нөлден бастап, оның миллиондаған ақша табуына не кедергі болды? Мен ешкім емес едім. Қалтамда бір тиын да жоқ еді. Бірақ менде мақсаттылық, білімділік және ең бастысы уақыт болды. Бұл көптеген ресурстарды құнсыздандырады, дейді Дэн. Стратегия ақша табудың көп қырлы тәсілі болды. Ол өзінің байлығының негізін қалау үшін алдымен жеке құндылыққа басты еді. Осылайша, әскерде қызмет еткеннен кейін ол Калифорния штатының университетіне түсу үшін әскери кодтарды қолданды. Онда ол бизнесті басқару бакалавры дәрежесін алды. Ал қаржылық аналитика туралы кітаптарды өз бетінше зерттеді. Осылайша ол өзінің саласында тегін үздік бола алды. Содан кейін ол, оның айтуынша, Уолл-стритте болған уақытында Пеня капиталды жинағаннан кейін өзінің мұнай компаниясын ашты. Ал ол акцияларға инвестиция салып, зияткерлік меншігін монетизациялады. Бұл менің ақша табуға деген көзқарасымның барлық мәні. Сізге тек ақшаның әртүрлі бағытта жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек деп Дэн Пеня мақұлдайды. Пассивті кірісті жасау кезінде миллиардерге таралмауға және ең пайдалы салаларға назар аударуға кеңес беріледі. Оның айтуынша, қазіргі уақытта қанша ақша бар деп ойламағаныңыз абзал. Олардың саны қанша болатынына назар аударғаныңыз дұрыс. Төменде миллиардер Дэн Пенядан әмияныңызға қатысты пайдалы кеңестер табасыз. Менің артымдағы екі көлік менің табысымның дәлелі. Жасыратыны жоқ. Пассивті кірістің ең танымал тәсілдерінің бірі инвестиция болып табылады. Өйткені көптеген миллиардерлер байлыққа жолды осыдан бастады. Бұл сіздің капиталыңызды көбейтудің ең оңай жолы. Күн сайын дамып келе жатқан және қарқын алып келе жатқан көптеген адамдар инвестицияның маңызды аспектісі білім деп санайды. Және ең бастысы, уақыт рухын сезіну керек болса да, бұл опциядан бас тартады. Мен Уолл-стритте жұмыс істегенімде барлығы мұнай туралы айтатын. Ол кезде қара алтын болатын. Соның кесірінен соғыстар болып, мемлекет күйреді. Жұмысымды тастаған бойда мен тапқанымның бәрін мұнайға салдым. Өйткені ол қаржы әлемінде танымал болса, одан ақша табуға болады. Қазіргі кезде Дэн криптовалюта туралы дәл осындай сөздерді айтатын еді. Өйткені бүгінде тек жалқау адамдар цифрлық ақша туралы айтпайды. Көпшілігі биткойнның рекордтық құлдырауына қарамастан, болашақ криптовалютада екеніне сенімді. Кейбір инвесторлар қорқады. Басқалары нарықты талдап, крипто әлеміне кіруге нақты мүмкіндік бар екенін түсінді. Басқа адамдардың қолдарымен ақша табыңыз. Бір қызығы, инвестициялар пассивті кірісті құруда және инвестициялардан тұрақты кіріске ие болуда әрқашан маңызды рөл атқармайды. Пеня мұнай компаниясын ашты. Осы кезде ақша ағылып, ол Шотландиядағы Гутри қамалын сатып алуға мүмкіндік алды. Ол импульсивті сатып алу біраз уақытқа ауыртпалық болды. Бұл тек шығындарды тудырды. Дэн өз қателігін талдап, оны барынша пайдалануға шешім қабылдады. Пеня жүздеген үйлену компанияларына хабарласып, салтанатты рәсім өткізу үшін оларға сарайын жалға алуды ұсынды. Бірнеше бас тартудан кейін 5 ұйым оның ұсынысын бірден қабылдады. Бір жылдан кейін болашақ миллиардер қамалды сатып алды. Сонымен қатар Дэн өзінің жеке той бизнесін құрды. Бүгінгі таңда қамал оқу жаттығу лагері ретінде жұмыс істейді. Онда Пеня студенттеріне қымбат дәрістер өткізеді. Бұл импульсивті сатып алу тұрақты, пассивті табыс көзіне айналды. Мұндай ақшалай жетістікті қайталау қиын емес. Бұл үшін қамал сатып алу міндетті емес. Ең бастысы айналаға қарау, не табуға болатынын ойлап, коммерциялық ұсыныс жасаңыз. Мысалы, сізде іс жүзінде пайдаланбайтын велосипедіңіз бар.
Сонымен бірге сол велосипедті сатып алуға қаражаты жетпейтін курьерлер арасындағы қарым-қатынас үшін пайдаланатын әлеуметтік желілерден топ табыңыз және оның жұмыс жағдайымен салыстыратын бағасымен бір күнге велосипедті жалға алу туралы ұсынысыңызды жіберіңіз. Бұл көп ақша болмауы мүмкін, бірақ оны үнемдеу арқылы сіз екінші велосипед сатып алып, велосипедті жалға беру үлкен бизнесін бастай аласыз. Бұл сіз пайдаланбаған нәрсе, іс жүзінде ол пассивті кірістің негізі бола алады. Өмір бойы адам өзіне басты үлес қосады. Мектеп, университет, жұмыс. Бұл тәжірибе мен білім. Ол үшін де ақша алу керек. Мақсат қойыңыз. Кірісті жеке ресурстарды бағалау ретінде қарастырыңыз. Сіз қазіргі уақытта алатын нәрсеге лайықтысыз ба? Бұл жерде басты мәселе миллиардердің өзі пене айтуда. Соңғы жылдары ол өзінің зияткерлік меншігін сатып ақша тауып жүр. Дәрістер тыңдаушыларға $300-400 тұрады. Егер сіз өз салаңыздың жақсы маманы болсаңыз, мұндай кірісті ұйымдастыруға бүгін не кедергі болып отыр? Мұндай кірістерді жасау тәсілі әртүрлі және сізге көп ақша жұмсауды талап етпейді. Сіз кітап жаза аласыз, немесе вебинар жазыңыз, немесе оқу курсын жасаңыз. Әйтпесе, бүгінгі күні көптеген мамандар фрилансты пайдалана отырып, уақытыңызды немесе кеңесіңізді сатуды үйренуіңіз керек. Бөліңіз және басқарыңыз. Егер сізде пассивті кіріс жасауға ниетіңіз немесе уақытыңыз болмаса, кірісіңізді еркін жүзеге әртараптандырыңыз. Яғни, ең аз инвестициялау үшін кем дегенде 10 көзді табыңыз, бірақ жоғары тәуекел және жоғары табыстылық. Бұл краудфандингтік стартап, шағын бизнес, роялти және тағы басқа болуы мүмкін. Ең бастысы, сіз үшін инвестиция көлемі маңызды емес, ал ақшаның жоғалуы ешқандай рөл атқармайды. Тіпті оның инвестицияның екеуі ғана ақталған жағдайда сіз ештеңе жоғалтпайсыз. Тіпті пайда табасыз. Бұл тәуекел мен кірістің қаншалықты жоғары болғанына байланысты. Ал сіз не аласыз? Сол жолға бұрыла бастаңыз. Ақша әрқашан жұмыста болады. Олардың соңынан ерудің қажеті жоқ. Табыс ерте ме кеш пе пайда таба бастайды. Және сіз өзіңізді жеңіс мифінде немесе шындықта табасыз ба? Нөлден бастап пассивті кіріс жасау мүмкін емес. Бірақ ақшаның оған ешқандай қатысы жоқ. Және ең алдымен ақша табуды құмар ойын ретінде қарастырып, ондағы бар нәрсені пайдалану керек екендігінің тамаша мысалы. Әрине, ол біреуге оңай келеді. Басқалар қиындықтарды бастан кешіреді. Бірақ егер сіз пассивті кірісті құру туралы шындап ойласаңыз және бұл процесті мақсатқа айналдырғыңыз келсе, сізді қаржылық жағынан босатуға кепілдік беретін нәтижеге назар аудару маңызды. Мен сізге осындай кітаптарды оқуға кеңес беремін. Уоррен Баффет, Джереми Миллер. Инвестициялау ережелері. Ричард Ферридің активтерін бөлу туралы. Болашақ миллионерлер, сіз өз кезеңіңізде осы бейнеге комментарийге қаржы туралы сүйікті кітабыңызбен бөлісіңіз. Сіз де миллионер, байқуатты болыңыз. Сіз одан да бай бола аласыз.